Қобыландыны барған соң, естеміз ерің баулайды, күнде киік аулайды, кездессе жауын жаулайды. Жылқыда жатып қобыланды, екпіні оттай қаулайды. Мен осы жырды жаттағалы бері рухани байыдым деп айтсам да болады. Өзімнің бойыма жақсы қасиеттерді сіңірдім. Мысалы, қарлыға секілді достыққа адал болу, қандай жағдай болса да ешқашан досыңды сатпау. Осы байқаудың өтіп жатқаны барлық қазақстандық басқа да оқушыларға өте зор септігін тигізді деп айта аламын. Себебі менің өзіме де осы Қобыланды батыр жыры жаттай отыра өзімнің мамандығымды таңдауға да көмектесті. Бұл жырды жаттаудағы мақсат халықтық қазынаны, әдеби мұраны жастардың бойына сіңіру, яғни халықтық қазынаға толы, ұлттық ұлағатқа тұнған батырлар жырын балаларымыз жатқа айта білсе, ертең болашағы да жарқын, өз халқының мәдениетін, әдебиетін жақсы сіңірген ұрпақ тәрбиелейтіндігіміз сөзсіз. Жалпы батырлар жырын жаттауда ең бірінші алатын тәрбиелік мәніне үңілетін болсақ, балалар жырды жаттағанда болашаққа деген көзқарасы өзгеріп, өздерінің ұлттық болмысын, мінез құлқын да өзгерте алады. Тіпті бір соншалықты отаншыл, отан сүйетін, халқын, ата-ананы қадірлейтін үлкен азамат тәрбиелейді деп айтсақ болады.